Бағана чатта Мейрамбек есімді қолданушы сұрақ қойыпты. Фронтенд саласы бойынша өзінің деңгейіңді қалай білуге болады? Джун деңгейінде білу үшін примерно нелерді жақсы білу керек деп. Өте жақсы сұрақ. Соған қатысты видео түсіргім келді. Кішкене әрі-бері шұқылап іздендім. Негізі оны soft skill және hard skill деп қарастыруға болады. Не керек деген кезде. Әуелі hard skill туралы айтайын. HeadHunter деген сайтта мен фронтенд деп қарап көрдім. Өзім фронтенд үйрететін болғасын. Бэкенд деп тағы бөлек қарастыруға болады. Дәл қазір 126 вакансия ашық тұр екен HeadHunter'да. Қазақстан бойынша. Оның ішінде, мына жерде қарасаңыздар, 1 жыл мен 3 жылдың арасындағы 63 вакансия жарияланған. Сондай тәжірибесі бар адамдар керек. Нет опыта, мүлдем тәжірибесі жоқ, ол 9 жерде алуға дайын екен. Осы жерде негізі маңызды нәрсе, бұл нені білдіреді? Компаниялар түк көрмеген, әлі ешқандай қиындық көрмеген, проекттерге қатыспаған адаммен рисковать еткісі келмейді. Тәуекелге барғысы келмейді. Оған ақша құясың, уақытын бөлесің, күшін жұмсайсың, бір адамдарды оған қойып қоясың, үйретіп, сүйреп отыруға. Ол кейін басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін да. Сол себепті нет опыта дегенге аз вакансия ұсынып тұрған. Мұнда 1 жыл мен 3 жыл деген ол не деген сөз? 1 жыл мен 3 жыл арасында енді ерекше бір дарыны бар адам болмаса, қатты бір сеньорға бірден өсіп кететін. Былайынша жалпы бастапқы қадам ғой бұл. 1 жыл мен 3 жылдың арасы әлі енді жетіліп жатқан, енді пісіп жатқан мамандар. Дегенмен де бұл жақсы мамандар деп айтуға болады. Новичоктардың арасында сұранысқа ие болатын және соған таласа алатындай білім деңгейі бар. Білім деңгейімен қатар соны дәлелдеген кішігірім болса да тәжірибесі бар, жұмыс өтілі бар. Өйткенде үйде отырып дайындалған бір бөлек, вот компанияға жұмысқа тұрып өзінің неңді дәлелдеген, жұмыс істей алу қабілетін дәлелдеген, ол тағы бір бөлек нәрсе. Енді айлықтары осылай деп көрсетілген, бірақ бұл жерде сұрыпталмаған ғой. Мен 1 жыл мен 3 жыл деп алайын. Өйткені жұмысқа тұрғанда осыны көздеген жақсырақ, ана без опыта дегенге қарағанда. 295-700 мың депті арасында. Енді 700 мыңға қатты ұрынып үміт артып керек емес деп ойлаймын. Мүмкін керек шығар, бұл пікір мүмкін қате шығар, білмедім. Енді ең төменін қарасаңыздар 300 деп қойыпты. Мықты ұсыныс қой негізі 300 деген. Қазір доллар 2 есе қымбаттаған болса, бұрынғы 150 ғой айналып келгенде. Енді мына жерде график работа деген нәрсе қызық. 6 жерде удаленный работа беруге дайын. Полный день 54. Бас жағында енді көбісі, бас жағында ғана емес, жалпы көбісі офиста ұстағысы келеді ғой адамдарды. Қасында оны ешкім алаңдатпайды. Әр нәрсеге көңіл ауып кете бермейді. Демек, жұмысы нәтижелі шығады дегендей ше. Удаленный работа кішкене дисциплина керек, оған мықты тәртіп керек. Сол себепті новичоктарды удаленка қалу, ол тәуекелдің үстіне тәуекелді. Сол жері қиын. Енді бағана бірінші hard skill туралы айтатын болсақ, не керек деген кезде, оны HTML, CSS және JavaScript-ің негіздерін ол білу міндетті түрде. Керемет түсіну керек. HTML-ден тапсырма берілсе, оны орындай алу керек. Әріптіктің мақсатын білу керек. P деген, H деген, div деген, span деген деп не деп сұраса, барлығына сузырап жауап беріп тұру керек қой, тоқтамай. CSS-тен де жақсы трюктарды білу керек. Әсіресе CSS-те трендтерден хабар бар болса, негізі үлкен плюс. Соңғы шығып атқан CSS правила рөлдерді айтып бере алса, жұмысқа тұру шансы көтеріледі. Flex'ті, Grid'ті білетін болса, тіптен жақсы қолданып жүрсе. JS Basic деген ол JavaScript-тің негізі ғой. Енді HTML мен CSS ол бағдарламалау тіліне жатпайды ғой. Ал мына JavaScript ол бағдарламалау тіліне жатады. Осыны жақсы білген сайын жұмыс берушіге ұнау шансыңыз өсе береді. Осыны
біліп алғаннан кейін бір жұмыс іздеп неғып көрсе болады, ұмтылып көрсе болады. Қай жерде алады екен, тәжірибем қандай екен, деңгейім қайда екен. Осы сіздің деңгейіңіз қай жерде, соны білу деген собеседованиемен келетін нәрсе. Собеседование өтіп көру керек, адамдармен сөйлесу керек. Әртүрлі жұмыс берушілер бар. Мынаусы қалай, біреуі мысалға кірмей жатып қатаң жағынан алуы мүмкін. Неге 12 сағат істемейсің, новичоксың ғой деген сияқты. Біреуі керісінше барынша жағдай жасап, былай ыңғайыңызға төселіп, жылы тартып тұру мүмкін. Жалпы собеседование өтіп тұрған өте жақсы, және ең бастысы өзіңіздің деңгейіңізді білесіз. Екіншісі JavaScript Advanced, JavaScript UI Framework. Бұған мен өзім Vue.js-ті үйретемін деп айтам, бірақ мықты сұраныста HeadHunter-дан қарасақ, React, содан кейін барып Vue мен Angular. Сосын сервер сайт дегеніміз, ол сервер жақтағы тіл PHP, Python деген сияқты. Бірақ ол тілді біліп керек емес. Жалпы сервер жақта қандай жұмыстар жүргізіледі. Мысалға, мен оған запрос жіберемін, ол қабылдап алады. Ол жақта база, ол жақта контроллерлер, роутингтар, ол жақта да не бар деген сияқты. Аны үстіртін мысалға әрі-бері куки қалай барады, ана HTTP әрі-бері жұмыс қалай жүргізіледі. Соларды білсеңіз өте жақсы. Сосын soft skill туралы тағы қысқаша бір видео қылып көрейік, или уақыт жете ме екен. Негізі жетіп қалады екен. Ең маңызды нәрсе ол шынайы ұмтылыс. Сіз осы саланы жақсы көресіз ба, жоқ па, сол көп нәрсені шешеді. Әшейін ақша үшін барған ол негізі жақсы емес қой, қандай жұмысқа болса да. Ынтаң су сепкендей басылып, қиындыққа тірелген кезде әрмес, бермес болып жүресіз да. Егер тек қана ақша үшін барсаңыз, былай шығармашылық бір неңіз болса, ұмтылысыңыз болса, өзіңіз осы саланы жақсы көрсеңіз, нәтижеңіз соған орай жоғарырақ болады деген үміттемін. Содан кейін ізденімпаздық тоқтамау керек. Программированиеде кезінде бізге көп айтатын, программирование это такое русло, где надо бежать, чтобы стоять на месте деп. Сәл демалып босап қалсаң бітті, конкуренциядан біраз артқа кетіп қаласың. Артыңнан өкшеңді қуып кеткен жастар көп. Сол себепті ізденімпаздық ол ешқашан үзілмеу керек. Ең бірінші жұмысқа тұрған күніңнен бастап бүкіл карьераң бойынша. Сосын жақсы араласа білу, командамен жақсы араласу керек, анау сыйлау керек, ортаға кірген, жақсы қарым-қатынаста болу керек. Ол өзің несін білдіреді, рөлін білдіреді. Сол себепті қысқаша кешіріңіздер, тамағым жыбырлай береді аллергиядан. Қысқаша айтқан кезде осы нәрселер енді тағы бір бөлек видеода мына жерде қандай нелер сабақтарды өткен дұрыс, қайсысына көбірек көңіл бөліп, қайсысын тастап кетуге болады, соларды айтып өтермін. Жақсы, рахмет. Ұнаған болса лайктарыңызды ұмытпаңыздар, комментарийларыңызды ұмытпаңыздар, сұрақтар қойыңыздар. Өйткені сіздер жақтан қызығушылық бар болса, біздер жақтан да оттың үстіне май құйғандай іштен жанамыз да осындай видеороликтарды түсіруге. Жақсы.